Мен бірінші қараймын, ол андай келісілген уақытқа кешігіп келді ма келмеді ма, бірінші осы мәселеге қараймын. Өйткені ертең сағат 3-те келіңіз деймін, ертең сағат 3:30-да келіп тұрмын, мен қабылдамаймын ол адамды. Бірінші жаза сол оған. Ары қаратай уже басқа адамдар сөйлеседі. Бір рет андай болған, мен инвестормын, менен ақша алуға келе жатқан адам 1 сағат кешігіп келген ғой. Ақша алу үшін 1 сағат кешігіп келе жатқан адам ертең мен ақшамды қайтару үшін қанша кешігеді, Құдай біледі. Бірінші мәселе сол, екіншісі сұхбатқа келгендегі үстіндегі киімі. Ол қымбат болуы маңызды емес. Ол үстіндегі киімде дайындықтың әсері бар ма жоқ па, соны көремін. Одан кейін бұрынғы жұмыстағы кісілермен сөйлесем. Бірінші сұрақ мынау: не жұмыс істедің? Сұрақ осы. Екіншісі, қандай жұмысқа жауапты болдың? Жауапты болған нәрсесі бөлек, жасаған әрекеті бөлек болып шығады көп жағдайда бізде. Ол бізде Қазақстанда біз консалтинг жасаймыз ғой. Мен білетін 95% қазақтың мекемелерінің барлығында секретарь үй салып жүреді ғой. Бізде почти бүкіл мекемелер каша ғой. Мен не бір үлкен мекемелерде стратегиясын жаздық. Неге олай? Өйткені ол адам жауапкершілік алған жұмысына қабілетсіз. Ананы жасай алмайды, ол жасай алмай жатыр. Басшылықтың көңілінен шығып жатқаннан кейін мынаған жұмсап жібереді оны. А егер ол четко, мықты, уақытылы жасайтын болса, біз ол адамды орнынан қозғалтпаймыз. Өйткені ол сол жерде тұрып бізге көбірек пайда алып келеді.